Айпарш апай, сізге сөз. Рахмет, Айжан, рахмет. Қайырлы кеш, сәлематсыздар ма, бизнес-партнерлар, Вепик компаниясының. Мен осы компанияға келгеніме өте қуаныштымын. Бұрын соңды ешқандайда компанияда жұмыс істеп көрмегем. Менің фамилиям Каленова, есімім Айпарша Аймаққызы. Жасым 64-те, биыл 65-ке келем. Осы компанияға 2023 жылы сентябрь айында келдім. Осы жерден керемет нәтиже таптым. Бірінші, бұл компанияға мен денсаулық үшін келдім. Себебі денсаулығым болмады. Бұл компанияны қалай кездестірдім? Бұл компанияны мен TikTok-тан кездестірдім. TikTok-тан бір қыз осы өнімді алып, қолына алып сөйлеп отырған жерінен мен осы компанияға сұрақ қойдым. Сөйтіп осы компанияға келдім. Осы компанияға келген кезде менің состоянием өте нашар еді. Өте состояние нашар еді. Себебі давлением 230-250-ге дейін көтеріліп кететін. Мен 7 жыл ауырған адаммын, постельный режимде болған адаммын. Сосын кейін былайынша ашығын айтқанда памперсте отырған адаммын. Менде осындай 6 жерде грижа, көрдіңіздер ме? 6 жерде грижа, 3 жерде протузия, дискіде менде грижа 12 миллиметрлік. Қарама қарсы бетінде дискінің 4 миллиметрлік киста болған. Солардың салдарынан менде седалищный вена қысылып қалып, мен аяқтан қалып, вообще жүрмей қалған адам едім. Соңғы 2 жылы тіпті мен жүру деген мен үшін өте қиын болатын. Менің сондағы арманым аяққа қайтадан тұрсам, жүрсем деген арман болды. Білесіздер ма? Менде сол бір 1982 жылы ойламаған жерден жұмыстан шығып келе жатқан кезде арқамнан келіп тиген соққыдан көзімді ашқан кезде 7 күн өтіп кеткен екен. Мен больницада, реанимацияда жатыр екенмін. Менің өзімнің коллективім сол кезде мені танымаған. Мен операционныйда жұмыс істеймін, сол Шымкент қаласында, негізі мен Шымкент қаласының тумасымын. 2016 жылы Астана қаласына көшіп келгенбіз, балаларды оқытамыз деп. Сол Шымкент қаласында 2-ші городской больница бар, мен сол жерде операционныйда 20 жыл жұмыс істедім. Сол жерде жұмыстан кешкісін қайтып келатқанда арқамнан тиген соққыдан мен солай өте қатты зардап алдым. Сол зардабым менің осы уақытқа дейін келді. Себебі мен сол кезде черпное давление болды менде. Менде сотрясение головной мозга болды. Менде басымда опухоль болды. Сол ес-түссіз жатқан кезімде менен спинномозговой жидкость салған 3 жерден. Ол кезде, конечно, дәл қазіргіде МРТ деген болған емес, УЗИ деген болған емес, тек қана рентген. Сол мені аман алып қалудың жаңағы жағын қарастырып, олар менен спинномозговой жидкость алған. Бірақ менің сол коллективім мені танымаған. Потому что мені адам танымайтындай етіп ұрып кеткен екен. Басым осылай жарылған, міне жерде шырамым бар, мынау қабақ жыртылған, ернім жыртылып кеткен, былай мына жерінде шырам бар, былай жыртылып кеткен, бет аузым бәрін адам танымайтындай болған. Маған келіп, ты кто деп сұрайды. Мен жаңа Айпарша Аймақовна деп айтам, бірақ мені сол сөзім сыртқа шықпады. 7-ші күні мен өз-өзіме келе бастаған кезінде мен білдім, что менің аяқ қолым байлаулы екенін, қолдарымды тартсам икемге келмейді. Мен сразу түсіндім, өзі медицинада жұмыс істеген екен, что мен реанимацияда жатқанымды. Сол реанимацияда жатқанымды түсіндім, сосын кейін келіп менен Николай Дмитриевич деген реаниматолог врач бар еді, сол келіп, ты кто деп сұрады. Сонда мен Айпарша Аймақовна деп жауап бердім. Повтори деді, мен 5-6 рет қайталағанда барып ол түсінді, что мен екен. Оған дейін мені безвестный пропала деп сол Шымкенттің бүткіл милициясы, больницалар, моргтардан іздеп жатқан. Менің анам қолында менің 1,5 жасар ұлым жылап күніге келеді екен больницаға. Қызым табылмады ма деп.
Себебі сондай менде бір қиын тағдыр болды. Мен бірінші жолдасымнан, ұлым ішімде 7 айлық кезінде мен бірінші жолдасымнан айырылып қалдым. Сөйтіп, мен бірінші ұлымды дүниеге әкесіз алып келдім. 7 айлық, недоношенный, 1 кило, даже 1 кило да болған жоқ, 980 грамм болып ұлым туылған, 7 айлық болып. Әкесінен айырылдым ғой, енді шешесінен айырылды, қу жетім болдың ғой, мен қалай асырайым, жасым болса 64-те деп, дәл менің жасымда анам қолына шырылдаған менің баламды ұстап қалған екен. Мінекей, бірақ сол жерде врачтар мені таныды, Николай Дмитриевич сразу мені басқа палатаға ауыстырды. Мен өз-өзіме келдім, бірақ мен сондай жаңағы аты жөні жоқ, документім жоқ, ес-түссіз жатқаннан кейін неизвестный деп оформить етіп жіберген. Ал спинномозговой жидкісі адамның рұқсатынсыз алуға болмайды. Одан қата кетсе, аяқ кетеді. Нервке тиіп кетуі мүмкін. Адам сал болып қалады. Бірақ менен ешкім болмаған екен, мені хотя бы жаңағы тірі алып қалайын деген мақсатта дәрігерлер ешкімнің рұқсатынсыз солай алған. Мінекей, сол жаңағы алған 82-ші жылғы зардабым, белім үнемі ашып ауырды. Басым үнемі ауырады. Басымнан ешбір сол шум кетпеді. Күннен күнге үдей берді. Арада 7 жыл өткеннен кейін мен қайтадан тұрмыс құрдым. Екінші құрған жолдасымнан қазір 4 бала шағам бар. Менікі емес, Алланікі. Дәл қазіргі таңда 5 бала шағам бар. Ол да Алланікі. 11 немерем бар. Аллаға шүкір деймін. Міне немерем үзеңгіге аяғын салып тұр. Скоро жаңағы уже шөбереде болып қалады. Содан сол жаңағы грижаның салдарын, сол спинномозговой жидкіс алды. Сөйтіп жүрген кездерімізде егемендік Қазақстан алдық. Өте қиын болып кетті. Сол ортада жолдасым 1 емес 2 рет инсульт алды. Аппендицити ішінде жарылып кетті. Жарылып кетіп 3 рет операция жасалынды. Сол кезде мен жұмысымды тастадым. Мен сол крахмальный қалпақ, крахмальный ақ халат, крахмальный жаңағы шалбар киіп, отделениеден отделение жүргенде не пайда? Оны тек отделениеге шыққанда киеміз. Так азанда барамыз сағат 10-да, кешкі 6-ға дейін операцияда тұрамыз. Мен соның бәрін жиыстырып тастадым да, өмірге келген 5 бала шағамды, 1 жыл жатқан, инвалид болып жатқан жолдасымды қарауға мен шығып кеттім, бәрін тастадым да. Көзі көрмейтін атам бар, себебі ол кісі соғыс ардагері, сол жаңа армиядан көзі көрмей келген кісі болатын. Сонымен базарға шықтым. Базарға шыққан кезде не істерімді білмеймін. Бардым, біз тұрған станцияда огород егілмейді. Сосын кейін мен ойлаппын, барлық адам огурцы жей береді деп. 1 мешок огурцы алып, 1 апта арқаладым. Бірақ та болмады. Кейін маған бір кісі үйретті, мінекей, мен базардың да жаңағы қалай не істелінеді, не қойылады, барлығын үйрене бастадым. Үйімдегі бала шағамды, жолдасымды көз алдыма елестеткенде, мендегі бар ғана бірақ бір мақсатым, бір жолдасымнан айырылдым, екіншісін аяққа тұрғызайын деген мақсатты қойдым мен алдыма. Дүниеге әкелген ұл қыздарым кінәлі емес қой, соларды аяқтандыруым керек. Әрқайсысы үйде отырған кезімде, нан деген кездерде, біз егемендік Қазақстан алған кезде білмеймін, сол сөрелер тола дүкеннің ішіндегі барлығы пустой болып қалды. Дүкенге барамыз, ол жерде бізге тізіммен күндігіне 5 бөлке нан береді. Сол 5 бөлке нан жету керек. Сондай болып жүрген кезімде абысынымен қайнағам ажырасып кетті да, оның маған 4 баласын әкелді. Менің басымда 9 бала болды. 9 бала, айландырған сауған 2 сиырымның сүті жетпейді. Хотя бы сатып нан қылуға. Ал берген 5 бөлке нан вообще жетпейді. Сонымен базарға шықтым, базардан мен уже нәпақа таба бастадым.
Қараған жоқ, мен еш нәрсеге қарамадым, істедім. Сонда менің ағам айтты, неге сен базарға шығасың, неге маған келмейсің деді. Мен айттым, жоқ дедім. Мен кеттім, барған жерімде судай сіңіп тастай батайын. Сіздің берген 5-10 теңге ақшаңыз маған дымда болмайды дедім. Түк те болмайды. 10 күн жеймін, 10 күннен кейін таусылады. Сосын не істеймін? Тағы барам ба? Төркініме алақанымды жайып, жоқ. Осы ұстанған қайсарлығымнан мен сол бала-шағамды аяққа тұрғыздым. Жолдасым жазылды. Сосын кейін жолдасымыз екеуміз біз Астанаға кеттік. Астанаға келіп, Астанада базар істедім. Астананың қақ ортасында жүріп, Артем базарда мен шай саттым. Ешкімнен ұялған жоқпын. Қолыма бір термостен бастап, алып шай саттым. Күндіз мата сатып әкелем, 10 метр мата сатып әкелем да оны тігем. Жолдасым жұмысқа жарамайды, жолдасым жанынан тігеді тігістерді. Қалған қолтық салу басқаларының барлығын өзім тігем. Базарға апарып оны өткізем. Сөйтем да соған бір күндері маған уже екінші термоске ақшам жетті. Ұнға ақша жетті, майға ақша жетті. Сөйттім да ұн, май, картошка алып келіп пирожки пісірдім. Мінекей, мен Астанада жұмысымды осылай бастадым. Алла тағаладан күніге сұрайым, бала-шағам не жазығы бар, барлығын тастап кеттім деп. Сөйтіп жүріп аяққа тұрдым. Өзіме қатар құрдас таптым. 500 теңгеден черный касса ойнадық, 5000 теңгеден черный касса ойнадық та Москвич сатып алдық. Москвич сатып алдым да бір күні базарға барып шай сатып жүрдім, камазистерге шай, пирожки, тамақ істеп апарып жүрдім. Сөйтіп жүрген кезімде сол мен белімнің ашып ауыратынын, басымның ауыратынын елемедім. Тек алға қойған мақсатым өмірге келген 5 баламды аяққа тұрғызу, сол ғана болды менде. Сөйтіп, сол жаңағы Москвичті бір камаз арбузға айырбастап жібердік. Сөйттік та, мінекей, бизнесмен болып шыға келдік. Ел қатары картошка әкеліп, камаз картошка саттық. Аллаға шүкір, күндердің күнде солай ісіміз оңынан болды. Барлық жақсы болды. Бүткіл Қазақстанның қаласын араладым. Сөйтіп жүріп біз автобус сатып алдық. Автобус сатып алып жүріп, Ташкенттен огурцы, помидор уже біз Россияға шыға бастадық. Москва, Самара, Иркутск, Монголия, Красноярск, Новосибирск, Кулунда, Магнитогорск, бүткіл Россияның қалаларында, Омск, қай қала бар, сол қалаға уже огурцы, помидор таси бастадық. Қыстың 60 градус аязында Кубан автобус алдық, ішіндегі орындықтың бәрін алып тастадық, сөйтікті ішіне 20 киіз салып, ішін утеплять еттік, пленкамен қаптадық та, ішінде осылай отыратынмын. Жолдасым автобус айдайды, жарым жолға келгенде мен айдаймын. Елдің ішінен шыққан кезде Балқаштың жолына келгенде Үрөлге өзім отырдым. Механический автобус, бірақ бала-шағама нан табуым керек. Осылай жүріп, жақсы табыста таптық, бала-шағаларымды аяқтандырдық, бала-шағамызды оқыттық, бәрі жақсы болды. Бірақ ойламаған жерден екінші ұлымды үйлендіргенде, бірінші ұлымды үйлендірдім. Ол студент, келін студент, оларды бағып қағып, екінші ұлды үйлендіргеннен кейін жолдасым айтты. Мен саған бір сөз айтайын деді. Отыр деді. Екеуміз как раз рейстен келгеніміз, отырғанда бүйтіп айтты. Енді мен шал болдым, сен кемпір болдың. Екеуміз секектеп, камазға секіріп, мініп, секіріп түсіп, далада жүргеніміз болмас. Бір емес, 2 келініміз бар. Енді келін тәрбиелеп, немере бағатын шаққа келдік. Үйден жұмыс істейік деді. Оған мен согласны болдым. Сөйтіп, сонымен мен үйде жұмыс істемей отырдым. Пенсияға шығып алдым 53 жасымда. 55 жасымда ойламаған жерден күніге таңертең не істеймін? Күннен күнге менің ауруым мазалай бастады. Бұл ауру бұрын соңды білмейді екем. Физически жұмыс істегеннен кейін вообще білмейді екем.
Мен уже үйде жұмыссыз, огород істеймін, қайтып келем. Есіктің алдын сыпырам, қайтып келем. Тамақ істеймін, көршілерім айтады: сен келін алдың, келіндерің не істейді? Өзің сыпырып жүресің, өзің су шашасың, өзің тамақ істейсің, неге келінің істемейді деп. Мен айтамын: олар жас, олар жұмыс істейді, істесін, жас кезінде жүрсін, тұрсын. Мен не істеймін қарап отырғанда? Мен бәрі қолымнан келеді ғой, деп сөйтіп жүрдім. Таңертең күніге 2 сағат жүріп келем, 6-та кетіп қалам, сағат 8-де келем. Бір күні таңертең, суббота күні таңертең шығып кеттім, жүріп келдім, керлеп келдім, зарядка жасадым, сөйтіп болдым да жуынып, киімдерімді ауыстырып жаттым. Келіндер әлі тұрмапты, қой берші, демалыс қой деп жаттым. Bir кезде: мама, тұрыңыз, шай ішеміз деді келін. Орнынан тұрайын десем, все, мен тұра алмай қалдым. Бітті. Менің оң аяғым істемей қалды. Тізем вообще істемей қалды. Содан мен уже дәрігерлер аралай бастадым. Бүткіл Қазақстанда қай жерде осы емші бар, қай жерде керемет дәрігерлер бар, міне, санатория, профилактория, больницадан больница, тек қана мен 6-7 жыл сондай нәрсені араладым. Әрбір қазақшылық емдерге бардым. Олар дегенің зіркілдетіп тұрып, қолымен ұрады, балғамен ұрады, көзімнен оттар шығады. Бірақ шыдап білдім. Себебі неге? Ойладым, бұл маған Алла Тағалам жіберіп жатқан сынағы дедім. Сынағы. Тек қана сынаққа шыдай білу керек деп ойладым. Сол ортада баяғы черпіне давление, менің уже давлением көтеріле бастады. Давлением 230-250-ге дейін көтеріле бастады. Ол уже мүмкін емес. Күніне 3-4 рет скорый шақырам. Олар келет, то укол салып кетеді, то каптоприл аузыма тығып кетеді. Мен айтам, каптоприл салуды өзім де білем. Ақырында болмағаннан кейін тазик құшақтап жатам. Еш мүмкіндігім болмады. Соңғы рет 23 жылы Шымкентке бардым. 21-ден 22, 23, 3 жыл бір сояқтан бір қызды тауып алдым. Соған иглотерапияға барып жүрдім. Жылына 3 рет барам. 15 күн демалам, 15 күн ине қабылдаймын. Соңғы барған кезімде, осы 23 жылы ойламаған жерден жүріп жүргем уже. Жақсы жүріп жүргем. Уже грижам кеміген, 6 миллиметр болған. Потому что Шымкентте бір корейс жаңа профессор бар екен, соған барып көріндім. Сол жаңағы дәрігердің айтуымен, кеңес беруімен. Сөйтіп жүрген кезімде ойламаған жерден құдағиым қайтыс болды. Майдың 25 күні. Өзім как раз сол жаңа иглотерапия алып жүргем, сол күнгі менің процедурам өте ауыр еді. Потому что өз ағзамнан шығарып, 40 минут токпен ұратын мені, 5 рет. Чтобы мынау сал болып қалған аяққа, жүрмеген аяғыма бәріне токпен ұрып, соған жан бітіру үшін. Мен соны қабылдап келіп отырғам, елдің барлығы жаңа осындай жұқа киімде жүрсе, мен жаңа спортивка киіп алып, оның сыртынан жилетке киіп алып, басыма орамал байлап алып сөйтіп келем. Келінім еңіреп жылап келді. Келінім мұғалім болып істейтін. Не болды дедім. Сөйтем, мамам қайтыс болыпты деді. Содан бір күн бұрын ғана мен құдағи үйден кеткен. Менің көңілім сұрап келіп, қасымда бір күн жатып кеткен. Суббота күні барып, тізесіне житкіс құйдырыпты. Міне, содан реакция беріп, құдағиым бір күнде қайтыс болды. Температура 40 болды да, 40-тан түспей, бір күнде қайтыс болды. Сол кезде енді жерлеу керек, келім кетім адам, үй ыстық, дала вообще ыстық. Сол кезде мен сквозняк ұстап қалдым да, мен содан жүруден қалдым. Ұлым мен жолдасым осы жақтан барған, қыздарым барған құдағиға. Мені жеңіл машинаға салуға мүмкін емес, отыра алмаймын, себебі де белімде бір нәрсе қадалып тұр. Мүмкін емес, еш отыра алмай қалдым. Мені тақтайға салып, үлкен машинаға көтерді. Көтеріп, Volvo жолдасымның машинасына көтеріп салды, қыздарым памперс кигізді. Мені солай Шымкенттен алып келді. Үйге келгенде амалдап түсіріп алды, мен содай жаттым. Июль жаттым, август айының аяғы болатын. Менің осы
қалай келдім? ТикТокта менің Анна Коленова деген жаңағы аккаунтым бар. Сол жерге немерем маған өзімнің қолөнерім бар. 5 жасарымнан бастап қолөнермен айланысатын, осындай аяқ киімдер тоқитынмын, соны салатынмын. Сонда неше түрлі орамалдар бәрін салатынмын. Соны көрейінші, кәні лайк басайын, басқан адам бар ма деп көрейін деп соны қарап отырған кезімде бір қыз отыр екен. Жап-жас қыз. 700 ауруға ем деп. Қарап тыңдап отырдым. Сөйттім да, грижаға емі бар ма дедім. Сөйтіп едім, ол қыз сайрай бастады. Грижаға емі бар, 700 ауруға ем. Ерлан Бөгенбайұлы, Полат Таматаев, бір жағына қарап қисайып қалған, жүре алмаған, постельный режимде жатқан деп айтып жатыр. Сосын кейін ойладым. Бір қай жақтансың деп сұрадым. Сосын айтып атқан кезде Алматыдамын деп. Алматыға бір емес 15 рет барғам. Мүмкін мені көрген қыз шығар, просто анау солай жазылды деп айтып атқан шығар дедім. Хорошо дедім. Сөйтіп ТикТоктан Ерлан Бөгенбайұлы деп тердім да іздедім. Қарасам бір жігіт, жап-жас жігіт, иә. Мен енді Ерлан Бөгенбайұлы тыңдап отса айып етпесін. Мен айттым, мынау дедім, жарғанат қой, қай жер ауырған бұның. Мүмкін әлгі қыз мені көрген. Бір клиникада ма, больницада ма көрген, менің диагнозымды сол кісіге айтып отыр деп ойладым. Аяғын түрнек келіп алып, басы жерде салбырап тұр, қолына гирді алып алған, неше түрлі зарядка жасайды. Мен айттым, қалай бұл грижамен ауырған? Еще ойладым, бір капсула, ол қалай ем болды? Дедім, жоқ, мен осыны алам дедім. Қызыма айттым, қызым айтты, мама, өзіңіз ойланып көріңіз деді. Содан әлгі қызға сразу айттым, мен аламын дедім. Сөйтіп мен соны алдым. Мен осыны алдым, сентябрь айында қолдана бастадым. Енді бұл жерден мен нәтижені жақсы көрдім. Дәл сол жаңаға айтқандай, мен бір жағыма қарап қисықтығым былай отыратынмын, осылай. Үсті отырып, тоқыма тоқып отыратын, жатып алып. Тұра алмайым. Біреу мені екі қолтығымнан көтеріп тұрғызатын. Аяғымды баса алмайым, аяғым былай салбырап тұрады, былай бейтіп. Жан жоқ, тізеден. Памперсімді ауыстырады, киімімді ауыстырады. Терлегенде күніне бір 10-15 футболка ауыстырам. Өзімнен өзім жиіркенем. Себебі әжетханаға бара алмайым, памперсте отырам. Сосын осыны алдым, осыны алдында қолдана бастадым. Менің көрген нәтижем. Алғашқы 10 күндікте мен 4 кило салмақ тастадым. Өзім дуал жағалап, қайтан ходноқты қолыма алып, ходнокпен жүре бастадым. Аяғыма жамп ете бастады. 230-250-ге дейін көтерілетін давлением көтерілмеді. Менің ұйқысыз күндіз-түн ұйықтамайтынмын. Бір жарты сағат ұйықтасам болды тұғын. Сонда Қытайға барған кезінде, Қытайда жаңа өліп талып, жаңа очередь күтіп, зорға дегенде кіргенде, сол жаңа иглотерапия беретін жігіт маған бүйтіп айтты. Сіз олай ұйықтамасаңыз, сіздің ұйқыңыз құс ұйқы ғой деді. Қалай ол құс ұйқы болады? Оның алдында, мен адам сияқты нормально жатып ұйықтап, түнде демалып, 4-5 сағатымды демалып тұратын адам едім. Көрдіңіздер ме? Міне сол менің ұйқым қайттан өзіме оралды. Басымдағы шум кетті. Нәтижені жақсы алғаннан кейін маған айтты, енді заказ бер деді. Мен заказ бердім, бірақ менің заказым 3 айда келді. Мен 1 айда самостоятельно жүрдім. Кездесуге бардым. Кездесуге барсам, Рашида Чисыбаева қолына алып апты, осыны әдемілеп тұрып түсіндіріп айтып жатыр. Сосын кейін жайлап, жақындап, жанына бардым да айттым, что вы мне не сказали дедім. Как будто мен соған өткізіп қойғандаймын, маған беріңіз дедім. Закажи деді. Мен айттым, закаж когда придет дедім. Маған срочно қазір керек дедім. Қалта емеспін дейді да. Соны жазып жер дейді. Бұдар бар ғой. Ойладан нете саламыз, сұрамайды. Давай деп. Қазір. Неше күн жүргені. Бұдан өшіп тұршы. Так, я. Мінекей,
Менің заказ берген еліпім 3 айдан кейін келді. Мен бірақ қараған жоқпын. Үстін заказ бере бердім. Bir күні айттым, бір кездесуде. Как раз октябрь болатын. Әлі есімде. Октябрьдің 29-ы болатын. 1 ай болған мен заказ бергеніме уже. Сонда как раз Ерлан Бөгенбайұлы келді Алматыдан. Астанада кездесу болды. Мен айттым, менің заказым әлі жоқ деп едім, ничего, келет деді. Сол келеттен мен қараған жоқпын, қайттан заказ бердім. Менде таусылып қалады. Асема деп звондаймын. Асема Рашида апайдан попросить етеді, мен барып сол кісіден алам. Бірақ арасын үзбедім, мен бірінші айда тек елиф іштім, екінші айда мен акселер іштім. Акселер қосып іштім, одан кейін 4 айдан кейін барып мен бикардия қосып іштім. Мен білдім, білесіздер ма, мен білдім, что менің ағзамның барлығында тромбы барын білдім. Потому что мен оның алдында жүріп жүрген кезде күніне 2 литр су ішетінмін. Мен памперсте отырып қалғанда бар жоғы, білесіздер ма, осындай 200 грамм ғана су ішетінмін. Шай ішпейтінмін. Тек 200 грамм су. Аяқтарымның судорога басталады, аяғым, санымда, балтырымда судорога үстін дүркін соққан кезде көзімнен парлап тұрып жас шығады, бірақ бала шағам біріне уқалатпадым. Тек өзім. Одан кейін маған Айгерім Құттымбетова жаңағы иглотерапия врачы үйреткен, игла беріп қойған, соны спиртке сап қоям. Как судорога басталады, сол жер тырыс тұрған жерге инемен шұқыдым. Өз жанымды өзім аямадым. Ине шұқисың, судорога болып қатып тұрған жерге ол жібереді. Мінекей. Содан мен осыны іштім. Потому что менде айттым ғой жаңа сіздерге, терпное давление бар деп. Менің басым барлығы тромбы болатын. Мен қысқа қарай, үнемі шашымды алып тастап лысый болып отыратынмын. 2 жыл болды мен шашпен жүргеніме. Қазір мен шашымды өсіріп жатырмын, бұрын вообще мужской прическа қылып алып тастайтынмын. Басым демалсын, сондай мақсатта алып тастайтын. Акасы одан бас демалмайды екен ғой. Су ішпесем, менің қаным қойылған. Мен сүлікте салдырдым. Бір басымның өзіне 31 сүлік жабысты. Менде жеңілдік болады. Кейіннен ол су ішпеген екен, қайтан ол жаңа тамақтан келген су, басқа ол бәрібір қан қойыла береді ғой. Міне сондықтан менің давлением көтеріледі. Оны біле тұра мен су ішпейтінмін. Осыған келдім, қайтан сол суымды қолға алдым. Суымды ішем, дәл қазіргі таңда 13 кило салмақ тастадым. Мен ешкімнің көмегінсіз өзім тұра аламын. Мінекей, өзім жүріп жүрмін. Таңертең күніге сағат 2 сағатын жүріп келем. Таңертең тұрам сағат 6-та 1 сағат зарядкамды жасайын. Жарты сағат велосипед тебем. Мінекей, есіктің алдын қарын көрейін, күлімді шығарам, отымды жағам. Давлением вообще көтерілмейді. Қисайып қалған адам қазір тураландым. Көрдіңіздер ма? Сосын кейін сол бір мануалистерге барып жүргенде, маған соның бір массажисі айтқан, мынау сіздің мойындарыңыздағы, қолтықтың асты, көкіректің астындағы сүйелдер сіздің бауырыңыздың ауыратынынан деген. Мен айтым, қалай менің бауырым ауырат деп ойлайтым. Действительно, қаным қою болған екен. Мүмкін менің қанымның ішінде ембо бляшкалар болған шығар. Бірақ мен холестеринге қан тапсырғанда қаным тап-таза болатын. Мен осы өнімдерді ішкелі бері қарап, міне сол сүйелдердің бәрі түсіп қалды. Сол сүйелдер кетті. Содан кейін білесіздер ма? Сол бір жаңағы емге бара жатқанда Қостанайға бір кісі балтамен ұрып емдейді екен. Соған жолдасымыз екеуміз түнделетіп кетіп баратқанда, қыс осы сияқты аяз асфальт жалтырап жатқан, сол кезде КамАЗ-дарымыздан өткенде біздің осылай кетіп баратқан машинамыз жолдың жағасына барып қарға осылай тұрып қалды. Сол жерде 8 сағат мен машинаның ішінде жаттым. Ешкім өтпей түнде жаурап қатып қалдым. Егіме жаңағы неғымай дірілдеп қалтырағанда, міне мен содан жөтеле бастадым. Жөтелгенде көк жөтел болды менде. Ақыр соңында келіп тексерілгенде менде өкпемде дақ бар деді. Осы өнімдердің арқасында менде қазір міне өкпемде дақ жоқ. Мінекей. Жақында ғана түстім осын. Дәл осы жерде осындай алақандай дақ болатын,
Олар мен сол грижадан жүре алмай жатырмын, басқа қылып жатырмын, маған операция деп жатқан, мен операциядан отказ бердім. Сөйтіп мені сол өкпедегі дақпен сүйремеген жері қалмады. Ол бәрібір қанша берген дәрісі, системасы мені жазбады. Менің осылардың арқасында кетті. Енді барлық нәтижені алғаннан кейін жан-жағыма қарадым, TikTok көрдім. Баста денсаулық үшін келген адам, енді табыс табу жағына келдім. Октябрь айына 2-2 жаттымда компаниядан $100 алдым. 2 адам тіркеп $70 алдым. Мінекей, нәтиже бола бастады. Нәтиже денсаулықтан алдым, енді табыс табу жағына қарай кеттім. Рахмет, Талғат, рахмет. Міне, ноябрь айында 3-3 жаттым, $300 таптым. Январь айында 5-5 жаттым. Күміс дәрежесіне жеттім. Декабрь айында да жаттым ғой енді, бірақ январь айында мен $700 табыс таптым, одан бөлек $140 таптым, сөйте отырып күміс дәрежесіне жеттім. Сосын кейін мен март айында, январь, февраль, март 3 ай қатарынан 5-5 жауып жүріп, март айында мен алтын дәрежесіне жеттім. Июнь айында 5-5 жауып, арасында жұмыс істеп жүріп, адамдармен мен бриллиант дәрежесіне жеттім. Мен осылай қысқа уақытта платина жаппадым, қысқа уақытта мен осындай Вепик компаниясынан керемет нәтижелер таптым. Мен өмірімде 3 ұйықтасам ойыма келмеген нәрсе, менің дәл қазіргі таңда, осы сүріп атқан өмірімде Алла Тағаламның қолдауымен менде қазір барлық өмірім өзгерді, жақсы жағына қарай өзгерді. Ендігі арманым, білесіздер ма? Мен ешке тағы бір нәрсені айтпай отырмын. Мен үнемі үйде отырсам да, мысалы, бұрын соңдыда жүргенде де ойлайтынмын. Менде осы 12 персондық бар, 6 персондық бар, 8 персондық посудалар бар. Қазір керемет посудалар шығып жатыр, Енді 24 персондық посуда алсам деп жүретінмін. Өзімнің табысыма қарай, өзімнің дәрежеме қарай, 24 персондық посуда алдым. За наличку ақшаға, 250 мың теңгеге. Ол да мен үшін қуанышты. Достар, мысалы үшін, мен біреуден барып, маған ақша берші, мен посуда алайын десем, қашан бересің деп сұрайды. Мен оны ешкімнен сұраған жоқпын. Көрдіңіздер ме? Июнь айында мен Алматы қаласына форумға бардым. Бірінші кезде осы жерде форумға бара алмай қарап отырған шағым бар. Сол екіншісінде, 24 жылы мен Алматыға форумға бардым. Сонда қыздарым әр бір 5 минут сайын звондайды. Мама, жағдайыңыз қалай? Нормально жүріп жүрсіз ба? Сізге көмек керек емес па? Деп, мен момент соңғы кезде самолетке билет алдым да таңертең ұшып кете салдым. Ойламаған жерден. Көрдіңіздер ме? Сол жерде гала ужин болды, біздің партнерлар болды, осы компанияның президенті болды, сказка әлеміне тауға шықтық, мысал үшін, Сол жердің бәрі мен ешкімнің көмегінсіз, ходноксыз, коляскасыз, таяқсыз өзім шықтым, өзім жүрдім. Қандай рахат. Нәтиже деген өте күшті. Ешқашанда уайымдамаңыздар. Менің дәл қазіргі таңда семьямда да нәтиже алып жатқандар өте көп. Менің жолдасым 2 рет инсульт алған. Аппендициттен 3 рет операция болған. 3 рет. Себебі, қалай дейсіздер ғой, ішінде аппендицит жарылып кеткен. Сөйтіп, оны ішін алып, ішектерді жуып, қайтып салып атқанда, оның ішінде үлкен влажный салфетка қалып кеткен, дәу салфетка, қан соратын. Іші іріңдеп, ішінен қандырын аққанда, оған операция жасады. Екіншісінде ішінде қайшығап кетті. Үшіншісінде ойламаған жерден солай жатқан шілденің кезі, сол кезде менің осы ұлым 6 айлық. 93 жылғы ұлым 6 айлық болатын.
тастап ұйықтаттым да осындай жерге одеял төсеп жатқыздым. Жаздың кезі жүгіріп барып астынан огурцы, помидор, нан алып келейінші деп ойладым да жүгіріп кеткен. Bir қарасам, адамдар далада тихо шулап тұр екен, кіре алмай. Есіктен кірдім да келе жатсам, ұлымның дауысы шығып жатыр. Мә, таныс дауыс. Келсем, жолдасым ішегін осылай ұстап алған, перевязкамен бірге. Bir қолында ұлым осылай тұр екен. Сонда бала оянып кеткен, мынау терезенің жақтауы, иә, баланы алып осылай тұрғызған кезде тал жыбыр еткенде бала қолынан түсіп кеткен ғой. Соны осылай подоконниктен асып, осындай жерінен былай іліп ұстап қалғанда, сонда мынау іш жарылып кеткен. Білесіздер ме? Сонда соңғы рет мен оны қалай істедім? Өзім үйге алып келдім, өзім перевязка жасап, өзім бәріне қарап жүрдім, иә. Теріні уже 2 рет кесіп, 3-ші рет тіккенде тері бір-біріне тігілмей қалды. Открытие бітірдім. Открытие. Табақ төңкеріп қоям, неше түрлі нәрселер төңкеріп сөйтіп жүрдім. Бірақ ол жерде білесіздер ме? Дәл осындай мөлшерде туры осы, бұдан үлкендеу, иә? Бұдан үлкендеу даже. Сондай мөлшерде оның осы ішін битіп басаң ішегі білінеді, дәл осындай ау деймін, дәл осындай болады ау деймін. Грижа пайда болды. Қазір сол грижа кішкентай болды. Сол жаңағы 9 түрлі дәрі ішетін инсульт алғанға. Жүрегі ауырып инсульт алды ғой, микроинсульт алды. Сол 9 түрлі дәрінің бәрін ішпейді. 9 кило салмақ тастады. Былтыр 23 жыл көзіне операция жасаған. Енді үрелге отыруға болмайды деген. Сонымен жаңағы машинаны сатып беріп, үйде отыратын. Жеңіл машинаға анда-санда мінеді, ұзағынан жүрмейді. Осы өнімдерді ішіп жүріп, иә, қазір үрелге қайтадан шығып кетті. Мен дальнейге шықпасам болмайды дейді. Көзім жақсы көреді дейді. Оның сүйікті асы элеф, акселер, бакардия, эмонокот и дропс. Осылардың арқасында қазір жүр. Ешерім ешқандай менің мазамды алмайды дейді. 11 жыл болған қызымның аллергиясы кетті. Оның алдында қызым көтерді, сол укол салып қойып, қызымның өзі задыхаться етіп кетіп больницада, угроза болып больницаға түскеннен, оған сразу наркоз бергеннен, бала ішінде задыхаться етіп, замороженный болып, баланы алып тастаған. Міне, келесі жылы как раз мен осыны қолданып жүрген кезімде, міне осыларды қызымда қолданып жүрді. Дәл қазіргі таңда, мінекей, аман есен, алтындай палапандай ұл алып келді өмірге. Және өзімнің мені көріп, мені тыңдап, менің нәтижелерімді естіген адамдарым бар қаншама, иә? Сол кісілерде керемет нәтиже алып отыр. 40 жыл жүрегі шаншыған кісі 1 айда жүрегім шаншығаны қойды дейді. 5 айда 25 кило салмақ тастадым дейді. Ол кісі кім? Ол кісі Ұлықпан деген кісі Шардара қаласында тұрады. Шардараның ар жағында тұрады. Ол кісінің еще аяғында жара бар. Сибирский язва деген. Ол жара маған суретке түсіріп жіберген, мынандай үлкен екен, бүткіл аяғын, иә. Мен айттым, ағатай, сол жерге елікті алып себе беріңіз дедім. Өмірі құрғамайды, су ағатта тұрады деді. Маған после суретін жіберген. Өткенде айтады. Ол енді мені Анна деген аккаунтпен таниды, иә. Анна, менің жарам кішірейді и аузы тепті дейді. Мінекей. Ол кісінің еще давлениесі болған. Енді білесіздер ма, эфирге ешқайсысы шықпайды. Эфирге қосылмайды, зумға да қосылмайды. Емесе мен ол кісілерге айтқам. Вот, өзіміздің Астана қаласында бір кісі бар. 2 жыл болған жатқанына. Омыртқасына операция жасаған. Аяғына сол жидкіс құйғаннан 2 аяқ істемейді. Тіптен сал. Жүрмейді. Вообще жүрмейді. 5 айдың ішінде алған нәтижесі 2 аяғына жан бітіпті. Мұздаған аяғым ысиды, қазір невозможно дейді. Аппақ шашы
суретін көрсетті маған. Мынау менің просто жай өзімнің шашым дейді. Мен үйіне бардым, шашым мынау қап-қара болып кетті дейді. Сол кісінің қызы келіп жүр енді жұмыс істеймін деп. Мен анамнан нәтиже көрдім, енді жұмыс істеймін деп келді өзі. Мінекей. Қарағанды облысында, Ұлытауда бір Сандуғаш деген қыз бар, иә. 2 жыл төсек тартып жатқан екен. Паркинсонмен ауырған. 2 айдың ішінде аяқтан тұрды. 2 айдың ішінде. Аяқтан тұрғанда, жолдасы оны битіп құшақтайды, иә. Паркинсонды біршама білетін шығарсыздар. Аяқ қол деген бәрі майысып кетеді. Өзіне жаңағы адам ұстап тұрамайды. Қай уақытта көрсең аяқ қолы селкілдеп тұрады. Шайды да алып, қасықты да алып жей алмайды, иә. Міне соның барлығы тоқтап, 2 айда күйеуі оны құшақтап бүйтіп жүрсе, өзі жүретін жағдайға келді. Мінекей. Керемет нәтижелер енді өте көп. Тағы бір апам бар менің, жасы 74-те. 9 ай қолданды. 9 ай қолданды, иә. 9-шы айда маған былай деп айтты. Анушка, мен деді кірпіш тастап атырым деді. Түсінбей қалдым, қандай кірпіш? Сөйтіп айтады, мен дейді үйіп қалған қандар құсып атырым дейді. Мен айттым, қалай дедім енді. Бір жағынан өзім қорқтым. Ол кісінікі серьез печень тұғын. Маған итак дәрігерлер өлесің деген еді. Өлсем де дақанса осыны ішіп өлейін деді. Қазір 11 ай болды. Өткен айда барып рентгенге, УЗИға түсті да, дәрігерлер шақырса. Өкпесінде еш нәрсе жоқ дейді. Тап-таза деп айтты. Анушка, спасибо дейді маған айтады. Сөйтіп алып айтады. Скоро шошқа соямыз, шошқаны қуырдағына шақырам дейді. Ой, рахмет дедім мен. Осындай мінекей. Компанияны мен ойламаған жерден таптым. Өмір аллада бұрын соңды компания деген нәрсені білген емеспін. Бұл менің бірінші компаниям. Әсем Сыздыкова менің бірінші наставнигім, менің ұлыммен қатар, бірақ ол менің мұғалімім. Не айтады, соны істеймін. Не айтады, соны істеймін. Мінекей, менің наставнигім қалай? Тура жүр десе, тура жүрем, оңға жүр десе, оңға жүрем, жат десе, жатам, тұр десе, тұрам. Шын айтқанда солай. Наставнигімнің айтқанын істей берсе, мені жарға апарып итеріп жібермейтін шығар. Егер де жарға апарып итеріп жіберетін болса, сол Әсем мен Есполдың айтқан істегенім үшін мен қазір бриллиант дәрежесіне жетпес едім. Міне солардың арқасында. Алла разы болсын. Барлықтарыңызға да Алла разы болсын. Мені тыңдаған үшін рахмет, алғысым шексіз. Менің Вепик компаниясынан алған нәтижем осындай. Сізді бүгін тура шығарыппыз. Қандай жақсы нәтиже алғансыз. Сіздің бүгінгі естігендеріміз, енді бүгінгі біздің продукциямызды одан артық жақсы көріп кеттік. Енді стримда осы отырғандардың бәрі ертең стримда сіздің результатыңызды айтатын болады. Сіздің арқаңызда қанша адам результат алған екен, осылардың бәрін айту керек. Сіз сияқты денсаулық іздегендер көп. Сондықтан Әсем аға рахметі. Сіз Әсемді көріп, міне қандай результат алып, бриллиант дәрежесіне жетіп отырсыз. Сондықтан да сізге әлі де талай адамға көмектесетін мүмкіндігіңіз бар. Өйткені сіздің өз аузынан естіген адамдар сіздіге сенеді. Сіз сияқты қазіргі кезде мысалы грыжа деген өте көп, иә? Сол бізде айтып жатырмыз енді. Сіздің результатыңызды мен күнде айтам, стримға шықсам айтам. Өйткені мен сізді Шымкент қаласында естігем. Шымкент қаласында бірінші рет сіз мына сияқты по подробности айтқан жоқсыз. Сол кезде мен кәдімгідей бүйтіп, қазір мен интервью алам, қазір бітсін интервью алам деп сіздің артыңыздан қуып жүріп, Айпарша апай маған интервью беріңізші. Сол кезде бірінші рет естігем. Сол кезде айтқаныңыз прям жүрегіме қандай қиындықтан өттіңіз, сіз өте мықтысыз. Сіздей мықты адамдар осындай бриллиант дәрежесіне жете алады. Бізде отырғандардың бәрі де мықты адамдар. Каждый өзінің денсаулығына келсе де, қандай қиындықпен келсе де, материалдық жағынан келсе де,
мықты адамдар бәрін жеңеді дегенге міне сіз мысалы куә болып отырмын сізді көріп. Мықты адамдар көп болсын. Рахмет, Бәрімізге рахмет. Ендігі аха, алдыма қойған мақсатым, иә, білесіздер ма? Жолдасыма холодильник машина алып беру, бәрібір үйде отырмайды десең. мақсатыңызға жетесіз. Бізде мақсаты бар адамдар бәріне жетеді. Мен жаңа сіз Рахмет, Айжан, Керемет рахмет. Айбаш апай, рахмет Барлықтарыңызға сізге. рахмет, Керемет болды, иә. маған сөз бергендеріңіз үшін. Керемет Айбаш апай. Айбаша ханым өте керемет. Рахмет. Бәрі біздің көз алдымызда өтті ғой, білеміз. Айбаш апа, рахмет. Зейнет. Саламатсыздар ма? Зейнет. Барлығыңызға. Алла разы болсын барлықтарыңызға. Керемет мақтар. Красавица. Айбаша ханым никогда ойламаппын осындай деп. Керемет